Мен дәрігермін. Адам жанына ара шашы боп, оның үмітіне сәуле шашып, қуанышына қанат жалғап, көрер жарығын ұзартқан сайын, сол пейілдердің ыстығы өз жүрегімді де оттай жылтатынын анық сезінемін. Мүмкін менің үнемі байыз тауып отыра алмайтыным, қайта-қайта жолға қарап, алаңдай беретінім сондықтан шығар. Бұл аймақтың табиғаты қатал. Фельдшер Амантай Сламбеков осы участокты өзі қалады. Мен де колхоз ауруханасына өзім тіленіп келгенмін. Бізді осынау алыс түкпірде ұстап тұрған қандай күш? Таяуда ғана қалаға шақырғанда бармадым ғой. Міне бір қиырдағы мал отарына бара жатырмыз. Онда бала ауырып қапты. Менің қасымдағы серігім зоотехник Петр Ефимовичті де ондағылар асыға күтуде. Өйткені мал төлдеу басталған. Осыдан 2 жеті бұрын ғана өкпесіне суық тиіп ауырған Қуанышбек Буашев ақсақал ауруханада тыныш тауып жата алмай, мен енді шығар қызым, мал төлдейтін уақыт келіп қалды деп қопаңдай берген. Ақыры дегеніне жетіп тынды. Қандай бала? Не науқас? Өкпесіне суық тиген, қорықпаңыз апа, жазылады. Менің барлық тілегім осы бір қарапайым, ақпейіл адамдардың мұрат мүддесімен қауышып кеткелі қашан. Оларға кейде оңай тимейді. Жақсы қарағым, бірақ мына таудың қар кетті, жылқына жел сайғайлып кетіп тұрам. Маған бір трактор шарасымен керек. Жол үстінде мұндай ұшырасулар болады. Атамна дәріні қолыңызға жағып, ләкмен байлайды. Мынау жүздерінің бақыт нұры тамған жеткіншектер келешекте әке жолын қуар мекен? Олардың көбі қалаға құштар. Алыстағы мал отарлары, колхоз ауылы оларды қызықтырмайтын сияқты. Неге бұлай? Осы сұрақ мені қатты ойлантады. Мүмкін мұның өзі олардың жастығынан, әлі көп нәрсені жете түсініп болмағандарынан, қарапайым еңбектің мол қуаныш әкелетінін білмейтіндерінен шығар.
адамға жақсылық жасауға құлшынып тұру қымбат қасиет. Председателіміз Абдулла Ғайнорович Садиевті бәріміз сыйлаймыз. Жақсы адам ол, іскер басшы. Бірақ кейде үлкен істердің ауқымымен жүріп, кішігірім нәрселерге мән бермейді. Сондайда екеуміз келіспей қаламыз. Бұлттан шыққан күнімдеші, сол ғой менің бақытым, бар арманым. Ей, қалсындағы күдіктер, үзілмесін үміттер, айыптасаң айыптаман, жарық күнім. Кешір жаным, кешірші, кешір жаным, кешірші. Ашу бар ғой тарқағандай, менің көңілім бір сенің жанарыңда. Айтшы жаным, неге сен өкпеледің, суық жүзбен мен саған қарадым ба? Енді Абдулла Ғайноровичтің өзі де ет турағыш машинаның майда шүйде еместігін, дала қосына ауадай қажет екенін ұққан болар. Жарық күнім, кешір жаным, кешірші. Осындай сәттерде адамдар арасында ынтымақтасу сезімі пайда болатын шығар.